Әлихан Бөкейхан Санкт-Петербургта орман шаруашылық университетін бітірген кезде 9 тілді білген екен. 9 тілді білген жалғыз студент ғылым доктор атағын алып шыққан. Ондай адамдар саусақпен санарлық сол кезде. Лениннен деңгейі 10 есе артық болған. Сол кезде біреу айтыпты ғой, біздің Әлиханмен де сөйлесетін бір адам бар екен ғой, теңдей салатын деп. Шында Ленин кімнің қасында ергежейлі сияқты болған. Өкінішке қарай баудай қылып қырып тастады. Қырғыздарды да қырмаған 37 жылы, өзбекті де, тәжікті де ешкімді қырмаған, тек қана қазақтардан. Өйткені аналардың деңгейін көрген кезде шошыған. Керемет әлемдік деңгейде. Көз алдыңызға елестетіңізші, сол 17 жылғы Әлихандардың жазған мақалаларын оқып отырған кезде мен сұмдық таңғалам. Данияда сиырды қалай өсіріп жатыр, Австрияда қойды қалай өсіріп жатыр, жерді қалай бөліп жатыр, егінді қалай егіп жатыр. Мұхтар Әуезовтің 18 жылы Жапонияға барып келгендегі жазған мақаласын оқыған кезде адам сенбейді ана 18 жастағы адам жазғанына. Қандай ядерный керемет адамдар болған.